Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләззат. Бүгін тағы да бір чизкейк дайындайтын боламыз. Ең алдымен Орео печеньелерімізді блендердің көмегімен толықтай біркелкі болғанға дейін езіп алатын боламыз. Келесі кезекте сары майымызды құйып, толықтай біркелкі масса болғанға дейін араластырып алатын боламыз. Формамызға салып, астыңғы қабатын бір тегіс етіп тегістеп аламыз. Келесі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Творожный сырымызды миксермен немесе шанышқының көмегімен езіп алып, кейінірек қантымызды қосып, толықтай біркелкі болғанға дейін араластыратын боламыз. Толық араласқан массамызға біртіндеп жұмыртқамызды қосып, қайта толық біркелкі болғанға дейін араластыратын боламыз. Қалауларыңызша ваниль қоссаңыздар да болады. Келесі кезекте 2 ас қасық крахмалымызды қосып, қайта толықтай араластырып шығатын боламыз. Ендігі кезекте сливкемізді қосып, қоспамызды қайтадан толықтай біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Келесі кезекте Орео печеньелерімізді қосатын боламыз. Дайын болған массамызды формамызға құйып, пешімізде 35-40 минут көлемінде 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Негізінде тікелей духовканың қызуына байланысты, егер де духовкаларыңыз тез қызатын болса, бірінші 160 градуспен бастағандарыңыз жөн. Чизкейгімізді пешке салғаннан кейін астына міндетті түрде осындай ыдыспен су қоюымыз керек. Мінекей біздің де чизкейгіміз дайын болды. Бетіне ганашын қойып 4-5 сағатқа толық суытуға қоятын боламыз. Толықтай суығаннан кейін келесі кезекте чизкейгімізді тура осы тәсілмен шешіп алатын боламыз. Мінекей қыздар, біздің чизкейгіміз дайын болды. Дәмі енді өте керемет екен, сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Барлықтарыңызға дайындауға кеңес беремін. Сіздермен болған Ләззат. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер және де комментариймен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.